Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен әдеттегідей Мақпал. Бүгін біз құймаққа көкөністер қоспасы мен сыр қосып, ерекше жұмсақ таңғы ас дайындайтын боламыз. Толық рецептісін видеоның астында қалдырамын. Рецепт өте оңай, құймақ өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға өсімдік майын қосып, артынша дәміне қарай тұз қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне сүт құйып араластырамыз. Соңында ұнымызды қосып біркелкі болғанша қайта жақсылап араластырамыз. Блиннің ішіне салатын қоспаларды алдын ала дайындап аламыз. Табаны қыздырып алып, орташа отқа қоямыз. Табаға бір шөміш құймақ қамырын құйып алып, осылай табаны айналдырып біркелкі етіп жаямыз. Мен астына май қоспадым, бірақ жабысады деп ойласаңыз, қамырды құйған сайын бір шай қасық май қосуға болады. Құймақтың асты аздап қызарған кезде оны аударып, құймақтың жарты бетіне тұздығымызды салып, бетіне сыр қойып, бір бетін жабамыз да астын қызарғанша ұстаймыз. Ішіндегі қоспамыз кішкене жұмсаруы тиіс. Дәл осылай қайталап бәрін пісіріп шығамыз. Менде 6 дана құймақ шықты. Неге блиныдан, яғни құймақтан жасалған пицца дәмі бар, таңғы асымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сол себепті каналыма тіркеліп, жаңа рецептімді жіберіп алмау үшін қоңыраушадағы все деген белгіні басып қойыңыздар. Сіздермен болған Мақпал. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.